Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүйке жүйесінің құрам бөліктері, жүйке жүйесінің қызметі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін атау, жүйке жасушасының компоненттерін анықтау. Балалар, бүгінгі сабағымыздағы негізгі ұғымдармен танысатын болайық. Жүйке жүйесі, жұлын, ми, нейрон, аксон, дендрит, синапс деген термин сөздермен танысамыз. Жүйке жүйесі дегеніміз адам мен жануар организмдерінің қоршаған ортаға бейімделуін реттейтін жүйе. Жүйке жүйесінің маңызы. Балалар, жалпы жүйке жүйесі біздің ағзамыздағы мүшелер мен мүшелер жүйесінің бір-бірімен байланысын қамтамасыз етеді. Және балалар, жүйке жүйесі ол бұлшықеттердің және жүректің жиырылуын бақылайды. Сонымен қатар сүйектердің бір-бірімен байланысын реттейді. Және теріден бөлінетін түрлі қажетсіз заттар осы жүйке жүйесінің тікелей бақылауымен жүзеге асады. Мысалы, адам жүгірген кезде оның аяқ бұлшықеттеріне көбірек күш түседі. Сол кезде ағзада зат алмасу жиілейді. Сонымен қатар жүректің соғуы мен тыныс алуда тездетіледі. Міне, осы кезде қан денеде азырақ таралады да, ол асқорыту мүшелерінің жұмысын баяулатады. Жолда көлік келе жатса, біз оны алдын ала сеземіз де тоқтай қаламыз. Сыртқы ортада болып жатқан түрлі жағдайларға жауап қайтара аламыз. Яғни, ыстықты, суықты біз алдын ала сеземіз. Сонымен қатар, балалар ойлау, сөйлеу және көз алдымызға түрлі жағдайларды елестету, мұның барлығы жүйке жүйесінің бақылауымен жүзеге асады. Жүйке жүйесі екіге бөлінеді. Орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі болып екіге бөлінеді. Орталық жүйке жүйесі ми мен жұлыннан тұрады. Шеткі жүйке жүйесі жүйкелер мен жүйке түйіндерінен тұрады. Балалар, жүйке жүйесі жүйке ұлпасынан тұрады. Жүйке ұлпасы нейрон және нейроглиядан тұрады. Балалар, мен неге мына жерге ағаштың суретін қойдым? Себебі нейронның құрылысы ағаштың суретіне ұқсас болып келеді. Балалар, жүйке жасушасының ұлпасы нейрон деп аталады. Нейроглияның басты қызметі нейрондарды сақтайды, қорғайды және қоректендіреді. Олай болса, балалар, нейронның құрылысымен танысайық. Нейрон ұзын және қысқа өсінділерден тұрады. Және оның денесі болады. Денесінің ортасында ядро орналасады. Нейронның денесіне жақын орналасқан бұтақталған өсінділерді дендриттер деп атаймыз. Ұзын өсіндіні аксон деп атаймыз. Және нейронның жүйке ұштарын рецепторлар деп атаймыз. Балалар, нейрондардың түрлерін үшке бөлеміз. Сезімтал нейрон, аралық нейрон және қозғалтқыш нейрон болып үшке бөлінеді. Сезімтал нейрон орталық шеткі жүйкесінен қозуды алып, аралық нейронға алып келеді. Аралық нейрон сезімтал нейроннан келген қозуды қозғалтқыш нейрондарға өткізу қызметін атқарады. Қозғалтқыш нейрон аралық нейроннан келген қозуды бұлшықеттерге және шеткі орталық жүйке жүйесіне өткізу қызметін атқарады. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттен нейронның құрылысы берілген. Осы 1 және 5 сандары бойынша нейронның атауларын жазайық. Балалар, сендер нейронның құрылысын дұрыс тапты деп ойлаймыз. Олай болса, дұрыс жауаппен салыстырайық. Бірінші, нейронның қысқа өсінділері дендриттер. Екінші, нейронның ортасында орналасқан ядросы. Үшінші, нейронның денесі.
төртінші нейронның ұзын өсіндісі аксон және нейрондардың бір-бірімен түйіскен жерін синапс деп аталады. Екінші тапсырма. Төменде тірек сөздер берілген, осы тірек сөздерді бос орындарға қойып, сөйлемді толықтырамыз. Енді балалар, дұрыс жауаппен салыстырайық. Бірінші, жеке ұлпасының негізін жеке жасушалары құрайды. Оны нейрон деп атаймыз. Екінші, нейрон денеден ұзын және қысқа өсінділерден тұрады. Үшінші, нейронның денесінде цитоплазма және ядро болады. Төртінші, нейронның тарамдалған көптеген қысқа өсінділері дендриттер деп аталады. Балалар, бүгінгі сабағымызда қорытындылай келе, бүгін сендер жүйке жүйесінің құрылысымен, қызметімен және жүйке жасушасы нейронның құрылысымен таныс болдыңыздар. Назарларыңызға рахмет.